халыққа қазір қаладағы дүкендерде азық-түлік қымбаттап жатыр, жасырын емес. Бұндай процент. Оған жаңа соның саланы бақылайтын құзырлы органдар бар. Олар енді айлап дүние отырды. Халықтың атына сайланған депутаттар халық қарауына шығу керек қой. Мәселе жақсы айтып отыр. Тақыр жерде шаң шығармайық, отпен ойнамайық деп. Бірақ енді халыққа аттан бағаннан кейін халықтың мұңын мұқтап жауаптап толық. Үндемей, жаңағы сен келмесең мен келмеймін деп отырған кезде тағылу керек. Су мәселесі, газ мәселесі, балабақша мәселелері, ол енді комплексно шешілетін, ол сізден шеше қоятындай мәселе емес. Ол ортақ мәселе. Жаңағы Каспийдің тартылып бара тұру, ол жалпылама жаңағы үлкен глобалды мәселе, оны өздерінде білесін. Бірақ қала халқының, қала тұрғындарының күнделікті жаңағы өзің айтып отқандай ойын жолдан түсіп кетеміз ана жерден. Мысалы, соны факт есебіне түсіріп, болмаса соның қазір сол міндеттерді қоғам белсенділігі атқарып кетті. Қоғам белсенділігі өркен айтып отыр ғой. Болмаса біз сияқты журналистер әкімге тікелей салуға мәжбүр болып отырмыз. Мына жерде мынандай болып жатыр, мына жерде мынандай болып жатыр. Хаттарға ит жүр. Болмаса бұның бәрі халықтың күнделікті қажетті күнделікті мәселелері, күнде кезігетін мәселелер ғой. Анаған қаржы бөліп, мынаған қаржы бөлеміз. Жаңағыдай осы мәселе болды ма, біз көргіміз келеді, сол ауданнан сайланған депутат сол жерде табылғанын қалаймыз. Телефон алмайды. Шын су, сол кәдімгі зым-зия жоқ. Ақпарат беру үшін біз екінші, үшінші жақтарды табуымыз керек қой. Жет, не болмаса бірдеңе басықтан ит ұстай алмай қаласың. Сол жерде жаңа халық қалаулыларының жүрген жақсы көреміз. Ол өзіне де абырой, халықта да шамалы ұспай береді. Міне, мәселе бар. Бірақ осы мәселе жақында шешіліп қалады деген әңгімені айту керек. Біз онсыз ақпарат құралдарына мәлімет бере алмаймыз. Өйткені односторонний болып кетеді. Халықты бекер шулатып алып беру деген сияқты. Сондықтан жаңағыдай біз бір жыл өтті ғой енді. Есеп беруді мынандай форматты емес, мына уақытта комплексно неғуымыз керек сияқты. Бір жыл жасаған жұмыстың есебін алуымыз керек сияқты. Ол үшін біздің қолымызда сайлауалды әр депутаттың бағдарламасы болса екен дейміз. Бір-бірімізді араласақ соған бір жыл өтеді, келесі жыл, уже 2 жыл өтеді, жүргізуге болмайтын сияқты. Оған уақытты өтеді. Бізде отчет бар. Сол отчетқа бізде қатыссақ бола ма? Басшылар айтып жатқаны ғой. Соның ішіне бізде қатыссақ. Өйткені ол мәселемен біз күнделікті қоғам белсенділері, журналистер күнделікті кездесеміз. Күнделікті айтып отыр. Қарапайым ит мәселесінің өзі үлкен жыр болып бізге. Балдар қалап жатыр. Сондықтан мен айтарым, осы депутат болып келді ме айтып отыр ғой, өз жұмыстары бар, бірақ келгеннен кейін жігіттер жұмыс жасау керек болады. Жаманала өз жұмыстарын шамалы тиыңқырап қойып, мына жұмыс бар. Мына жұмыс ол үлкен басты жұмыс. Жаңағыдай өзіңіз айтып отырсыз ғой, әкем. Ал буынмен келіп қалды. Одан былай буынмен келіп қалғанда істей алмай ма? Кету керек. Әңгіме табырғасын қою керек қой. Өзі бір 2-3 айда белгілі бар адамның көңіл қолына не келеді деген мәселені, бұл әкімге мәселені алып барудың да өзінің тәртібі бар. Мысалы деймін да, жаңағы халық айтқан сөзге, жаңағы сөзге ұрандатып бара алмайсың оны тағы. Оны жаңағыдай қаржылық жағы, возможно қалай оны жеткізудің тәсілдері бар.